Танымал журналист Руслан Өтепбай құлдықтан босап, Тараз қаласында тұрып жатқан апалы-сіңілі қыздарды жаңа жылдарымен құттықтады. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Құндыз бен Назгүлдің жағдайынан хабар алу үшін араға 4 ай салып, Таразға келдім. Қос қарындасымды көріп, жаңа жылдарымен құттықтап, сөйлесіп қайттым. Құндыз бен Назгүл сіздерге сәлем айтып жатыр, деп жазды Руслан Өтепбай әлеуметтік желіде. Сондай-ақ ол Қытайдан арнайы алып келген сыйлықтарын табыс етті. Әсіресе Құндызға сыйлыққа келген микрофон қатты ұнаған. Ол онымен қонақтарға таңғы елес әнін орындап берген. Алайда көпшілік апалы-сіңлі Назгүл мен Құндыздың жағдайына алаңдаушылық білдірді. Азып, тозып, басылып қалыпты. Жандарым-ау, ата-анасы болғанда жерге бастары қарамас еді. Мал бағып жүргендегідей күйлеріне қайта түсіп қалған. Қыздар шаршаңқы екен. Басқа жаққа апару керек, деп жазды көпшілік. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда ең алдымен адам тағдырының оңай емес екенін, бірақ сонымен бірге бейжай қалмайтын жандардың барын сезесің. Құдықтан босап шыққан Құндыз бен Назгүлдің жағдайынан хабар алып, арнайы барып, жаңа жылмен құттықтауы Руслан Өтепбайдың адамгершілік қадамы деп ойлаймын. Бұндай кезде тек бір реттік шу емес, араға уақыт салып қайта барып, хал жағдайын сұрау маңызды. Сыйлықтың өзі емес, сол көңіл, сол назар қыздарға үлкен рухани деме болғаны анық. Әсіресе Құндыздың микрофонды алып, ән айтып беруі, оның ішінде әлі де үміт пен арман барын көрсетеді. Ал желідегі алаңдаушылық білдірген пікірлерді де түсінуге болады. Қыздардың бастан өткергені жеңіл емес. Оның ізі бір күнде кетпейді. Шаршаңқылық, тұйықтық, ұзақ жылдық күйзелістің салдары болуы мүмкін. Сондықтан қоғам болып сынаудан гөрі қолдау көрсетіп, сабырмен қараған дұрыс сияқты. Ең бастысы, олар қазір қауіпсіз жерде жалғыз емес. Ал алдағы өмірі біртіндеп түзеледі деп сенгіміз келеді.